Шаға сәлем. Күйеуіме бірінші рет қымбат сыйлық алдым. Негізі ол кісіге айтпай тапсырыс берген едім. Кішкене кешіккеннен кейін шыдамай айтып қойдым, бірақ қай күні келетінін білмейтін еді. Үндемей мусор төгем деп шығып кетіп, үйдің жанындағы поштоматқа келіп тапсырысымды алдым. Не зат деп ойлайсыз? Сосын одан шығып чехол алуға келдім. Осындай чехолдарды қарадым. Сізге қайсысы ұнады? Сразу стеклосында алдым. Барлығы 5000 теңге болды. Ал енді распаковка чек. Күйеуіме алған сыйлығым жаңа жылға iPhone 14. Бірінші рет осындай қымбат зат сыйлап отырмын. Күйеуімнің реакциясын қараңыздар. Бүгін келетін білген жоқ. Маған ба деп қуанып кетті. Негізі айфонды барлығы ұстағысы келеді ғой. Бұл кісі ақшаны өзіне қимай алмай жүрген. Ал мен болсам кәсіби жұманы пайдаланып, жаңа жылға жаңа телефон осылай сыйладым. Маған әр жылда жаңа айфон шыққан сайын алып беріп отырған осы кісі. Мен де күйеуімді бір рет қуантып қояйын деп осылай алдым. Баршаңызға айфон алу жұғысты болсын.